Армысыздар ардақты ағайын. Бүгін жастар білсінде келесі қонақ елімізге танымал тележүргізуші Астарлы Ақиқат бағдарламасының экс-жүргізушісі Бердімұрат Хасенұлы. Бердімұрат, біздің студиямызға келгеніңе көп-көп рахмет. Бүгін тағы да еліміздің жастарына керемет бір ой саларлық бағдарлама жасаймыз деп ойлаймын. Жалпы әңгімені әлқиссасын сенің журналистикаға келу жолынан бастасақ, осы бір ток-шоуға жүргізушілікке қалай қабылдандыңыз? Абылай, бүгінгі бағдарламаға шақырып, жастарға берері бар азамат өз ойымен бөліссін деп бағалағандарыңызға мың алғыс. Лайым сол ойымызға жетейік. Енді бағдарламаға келуім, жалпы телевидениеға келуім көпшілікке өте үлкен сұрақ болды. Ешқандай журналистикада өтілі жоқ, бұрын ол салада болмаған, өзінің мамандығы заңгер жігіт қалайша республикадағы ең мықты ток-шоудың жүргізушісі болады деген сұрақ көпті мазалады. Бірақ сол бағдарламаның авторы, қаншама жыл сол бағдарламаны жүргізген әпкеміз Дина Төлепберген бағдарлама жүргізу барысында 5-6 жыл бойы ол кісінің бағдарламасында заңгер ретінде эксперт болып бірге жұмыс жасағанымды көрді. Сол жерде менің белгілі бір бағдарлама жүргізе алатын қабілетім бар, бұл басқара алады және Бердімұраттың халыққа көмектесем деген бір ниеті бар деп маған өзі сеніп бір айтқан еді. Сол оймен телевидениеда революция жасаймын деп мені бағдарламаға тартты. Сол кісінің шақыруымен, сол кісінің ұсынуымен сол бағдарламаның тізгінін ұстадық. Осы бағдарламаға жүргізушілікке бір кастинг жүргізілді ме, әлде Дина ханым тікелей бірден кастингсіз сені жүргізушілікке алды ма? Әрине, бұндай бағдарлама кастингсіз болуы мүмкін емес. Мен де белгілі бір тексерістерден, өзімнің қабілетімді көрсетуден, арнайы бағдарламалар түсіріп, камерада қалай сөйлеймін, өзімді қалай ұстаймын деген сияқты мәселелерден өттік. Сол дүниеден өткеннен кейін ғана біз бағдарламаға қабылдандық. Әйтпесе кел жұмысқа кіре сал дейтін бір жұмыс емес қой бұл. Енді барша көрермендер біледі, сенің сол бағдарламада өзің айтып отырсың ғой, жаңа бірнеше жыл эксперт ретінде бағдарламаларға қатысып отырдың. Негізгі мамандығың заңгер, журналистикада ешқандай тәжірибе болмаған Бердімұратқа телевизияда жүргізуші болып кету қаншалықты қиынға соқты? Енді шыны керек, біреу мақтанғандай көрер, бірақ суда жүзген балықтай сезіндім өзімді. Себебі тележүргізуші болуға ең әуелі керек дүние ол адамның өз-өзін еркін ұстауы және сөз саптауы, мен білсем. Екінші, ток-шоу бағдарлама болғандықтан, адамдар мәселемен, қиындықпен келетін болғандықтан, ол жерде сенің критикалық ойлауың, сыни ойлай алуың, өзіңе ұнамаған нәрсені де, қаламаған дүниені де қабылдай алу. Ол өз кезегінде кезінде пікірсайыстан, дебаттан қалған бір қасиет деп білем. Соның арқасында екі жақты қатар тыңдап, мәселелерді дұрыс түсінуге, адамдарды тыңдай алуға, сөзді дұрыс айтуға бір үйренбей-ақ осы нәрсеге кіріп кеткендей болдық. Енді жаңа бір сөзінде суға жүзген балықтай тез сіңіп кеттім дедің ғой. Жалпы ағысқа қаншалықты төтеп бере алдым деп ойлайсың? Барша әлеуметтік желідегі қазір интернет дамыған заманда дәл осы қанша жыл бойы жүргізіп келе жатқан, бағдарламаны жүргізіп келе жатқан Дина Төлепбергеннің орнына тұру, әрине, алғашында көрермендердің қарсылығын тудырған болар бәлкім. Енді бұл мәселе былай ғой. Үйде сыныпта 20 оқушы болса, ол 20 оқушының ойы 20 түрлі. Әркімнің өз ойы бар. Сол үшін де адам ол индивид деп айтамыз біз. Индивидуалды адам ретінде қараймыз. Әркімнің өз ойы болғандықтан, біреуге ұнайды, біреу әлі пісу керек дейді, біреу мүлдем жақтыртпады, Бердімұратқа жараспайды деген адамдар болды, ұнатпаған адамдар болды. Бірақ халықтың бәріне жағамайсың.
оны түсінуің керек. Жай ғана істеп жатқан жұмысыңды, өзіңнің мақсатыңды қой, сол жұмысты істей бер. Демек алғашында бағдарламаны жүргізіп бастаған сәтіңде сен интернетте көрермендердің белгілі бір шоғырының буллингіне ұшырадың, иә? Әрине, себебі қалайша заңгер жігіт, ешқандай мамандығы жоқ адам телевидениеға келіп, прайм таймда өтетін бағдарламаның жүргізушісі болады деп айтқан адамдар болды. Енді шыны керек, керуен көшет, ит үрет, оның барлығына қарау, мүмкін айтылып жатқан сыни ойларды қабылдау керек. Бірақ барлығына қарап сынып қала беретін болсаң, қазіргі заманда білмеймін, өмір сүру қиындап кететін сияқты. Көбінесе енді әлеуметтік желілерді қараған кезімізде сен жайлы өтірік ақпараттардың да жүргенін байқадық. Дина ешқандай тәжірибесі жоқ баланы әкеп қойыпты, бұл бір дөкейдің баласы шығар деген де бір жаңағы әлеуметтік желілерде сондай бір шабуылдар да саған орын алды ғой. Енді сенің жаңағы отбасыңның адамдарын қазбалап деген сияқты. Сондай бір есте қалған бір адамдар болмаса есте қалған хаттар болды ма? Әрине болды. Енді мен бұны ойладым енді өзім. Бәлкім сол орынға кастингпен өтпей қалған бір адамдардыр. Жасаған әрекет болды ма? Бірақ шынымен де қазбалап, бұл кім екен? Динаның кімі бұл? Деп сұраған болды. Бірақ Дина ханым өзі де айтты, Бердімұрат туғаным да емес, туысым да емес, досым да емес, танысым да емес. Тек қана көрдім, осы баланы, осы бағдарламаның тізгінін ұстай алады деп сендім, сондықтан алып келдім деді. Және мен оны 100% шындық ретінде айта алам. Алайда маған жасалынған буллинг, шыны керек ол маған ғана емес, әлеуметтік желіде тіркелген менің туған туыстарыма да, өзімнің жұбайыма да қатысты болды. Яғни қалай сенің күйеуің олай шығып кетті биік бір белеске дегендей, болмаса мұрныңды шүйіріп кетіпсің ғой, бұрынғыдай енді ешкіммен араласпайтын шығарсың, кеудеңе намысып кетті ғой деп жазған тіпті ескі таныстар да болды. Әйтпесе мен ол кісілермен 3-4 жылдан алдында да хат алыспай кеткен адамдар болған. Бірақ бұл жердегі менің есімде қалған ең бір ауыр мәселе, ол мүмкін ол шындықта болар. Бір апамыз жазды, үлкен кісі, балам, бұл саған жарасатын жұмыс емес. Сенің ісің заңгерлік. Сен заңгерлікпен айналысуың керек. Сен заңгер болып халыққа көмектесуің керек деп бір өзіндік ойын, жаңағы дүниесін айтты да. Енді ол кісіні кейін қабылдап, апа айтқаныңыз дұрыс қой, бірақ халыққа көмектесудің жолы көп. Мына жерде де мен көмектесе аламын. Астарлы ақиқат арқылы да мен халыққа өзімдік белгілі бір мәселелер шешуге қолдауымды бере аламын. Шынымен де қиналған адамдарға дегенімде, енді ол кісі анандай қалай айтсам болады, ашық бір диалог қарамайды да, өзінің ойлағанын, өзінің білгенін ғана дұрыс санайтын адамдар болады. Жоқ, сенікі бәрібір дұрыс емес, бұл жер саған жараспайды, кет деп жаңағы енді әлеуметтік желіде сөйлесіп отырмын ол кісімен. Бірақ бұйыра сөйлеп, бір ашуыма тигендей болды да. Сосын өзімді жинап алдым. Енді бұл интернеттің ар жағында мен өмірі көрмеген бір адам. Жасын сыйлап, мен кері байланыс бердім. Бірақ неге ол кісінің айтып жатқан дүниесі менің көңіл күйімді, сол жерде менің состояниемді жаман қылу керек? Неге ол мені құрту керек деген бір ой келді де, сөйтіп өзімді жинап алып, бұған бір иммунитет қалыптастырдым деп айтсам болады. Енді жалпы сен әңгіме барысында айтып жатсың заңгермін деп. Дәл осы заңгер ретінде саған қарсы ұйымдастырылған, саған қарсы жасалған әлеуметтік желілердегі буллингпен қалай күрестің? Надай бір кейстер болды ма? Шынымен сенің ар намысыңа, болмаса отбасыңның ар намысына тиіп, тіпті үркітіп, қорқытып, соттасуға дейін барған сәттер, оқиғалар есіңде ме? Былай айтайын. Біреу білсе, біреу білмейді. Адвокаттық қызметтегі, заңгерлік қызметтегі жүрген кез келген адамдар буллингтің түр-түріне ұшырайды. Бірақ заңгерлер, адвокаттар, жалпы осы саладағы адамдар соншалықты пісіп кеткен,
бұл дүниеге бір сауыт киіп алған сияқты сезбеуге тырысасың. Қорқыту, үркіту бола ма? Болады. Сенің бала шағаңды іздей ма? Іздейді. Мен саған айтайын, менмін деген мықты адвокаттардың қаланың сыртында ешкім білмейтін бір жеке квартиралары, саяжайлары міндетті түрде болады. Әртүрлі істерде өзінің бала шағасы үшін қорқатын адамдар, мен жеке танимын ондай кісілерді. Сол саяжайларға бала шағасын 1 айлап, 2 айлап тығып қоятын адамдар бар. Өзінің өміріне және бала шағасының өміріне қорққандықтан. Бұл ашық нәрсе да, енді шыны керек. Оны бірақ дәлелдеу, заң арқылы, тіпті заңгерлер өз-өзін қорғау сәл-пәл қиын болды. Сондықтан енді бұл жерде тағы бір дүние айтып кетуіміз керек. Соңғы жылдары дәл осы мәселе бойынша бұрын мысалға интернет енді дамып жатқан кезде аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, комментарий бөліміне болсын, жекеге болсын адамдарға былапыт сөз жазып, мысалға сен бір әдемі суретін сақ қойсаң, астына мазақ, сайық мазақтық бір суретте сөздер жазып, немесе кез келген бір қарындастарымызды, бауырларымызды сөйтіп қорлайтын адамдар топтары болды. Ондай адамдар қазір қатты контрольға алынып жатыр. Неге? Себебі бұған дейін ашығын айтуымыз керек, бізде кибербуллинг мәселесінде ешқандай заңнама болған жоқ. Сен қоғамдық орында боқтасаң, бұрындары оғанда заң болған жоқ. Қазір әкімшілік жауапкершілік бар. Қазір кибербуллинг туралы, буллингтің алдын алу шаралары туралы балаларға қатысты жеке заңнамалар, қағидалар бекітілді. Осы мәселелермен қазір әркім өзінің құқығын қорғай бере алады. Аузым бар екен деп ашып, аузыңа келгенде жазып, мені комментарийда кім ұстап алады деудің қажеті жоқ. Себебі қалаған адам, енді орысша айтқанда на принцип кетсе, соңына дейін барам десе, ол адамды табу, анықтау және сол арқылы жазасын беру әбден мүмкін. Тіпті егер ол таратқан ақпарат жалған болып, ол кісіге қатысты ар-намысын, ожданына қатты бір ауыр нұқсан келтіріп, зиян келген болатын болса, бұның түбі жай ғана әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке дейін апару мүмкіндіктері бар. Оны біреу білсе, біреу білмейді. Сол үшін енді дәл осы жерде мен айтқым келеді, жалпы жастарға, енді көбінде интернетте отыратын жастар ғой, және жазатын, пікір қалдыратын да көбі солар. Біз пікір қалдыру, комментарий жазу, өз ойыңды қалдыру ол жақсы дүние, бірақ осының мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Интернетте ол бір қоғамдық орын, ол бір орта. Ол жерде сені үлкен де көреді, кіші де көреді, бала да көреді. Сондықтан ол жерге ойыңа келген сөзді, былапыт сөздерді, қорлайтын сөздерді жазу дұрыс емес. Енді осы жерде тарқатып айтсақ, Бердімұрат мырза, енді осыған дейін жалпы біз жаңағы жалған ақпарат таратқан үшін біз 5 жылға, 7 жылға сотталған азаматтарды білетінбіз. Белгілі бір сауда орталығына бомба қойылған, немесе аэропортта, әуежайда бомба қойылған деген жаңағы хабарландыру берген үшін сол азаматтарды 5 жыл, 7 жыл, тіпті 10 жылға соттаған білеміз. Ал дәл осы әлеуметтік желіде, интернет желісінде балаларға болмаса үлкен азаматтарға қарсы жасалған буллинг нәтижесінде азаматтар қанша жылға дейін бас бостандығынан айырылады? Ондай ақпарат қазір бар ма? Заңнамада енгізілді ма? Заңнамада енгізілген ақпарат бойынша былай, дәл қазіргі уақытта сен біреуді боқтасаң, және ол боқтағандығың арнайы дәлелдермен, скриншот дейміз, соның барлығы арқылы, енді WhatsAppта саған жазба жіберу мүмкін, аудио жазба, видео жазба жіберу мүмкін біреу мысалға. Соның барлығын сақтап алып, арнайы сотқа арыз беретін болсаң, ол кісіге қазіргі айлық есептік көрсеткішпен шамамен 75 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Бұл бірінші жазасы. Бұл дүние қайталанатын болса, жарты жылдың ішінде дәл осы бап бойынша сіздің үстіңізден тағы іс қозғалатын болса, 15 тәулікке дейін қамалу мүмкіндіктері бар. Яғни бұл әкімшілік жауапкершіліктерді мен қазір айтып жатырмын. Ал қылмыстық жауапкершілікке өту, ол сіз айтып жатқан, ол буллингтен бөлек біреуге қатысты көрінеу жалған ақпарат тарату деп аталады. Енді бұл буллингке сәл келмейді. Буллинг ол бір жағы деп айтсақ болады. Ал жалған ақпарат тарату ол ауыры. Енді бұның аражігін қалай ажыратамыз деу мүмкін да кейбір адамдар. Бұның аражігін кәдімгі арнайы экспертиза ажыратады. Арнайы экспертиза дегеніміз Қазақстанда үлкен қалалардың барлығында бар, облыс орталықтарында бар, лингвистикалық арнайы осындай экспертизалар болады, сот сараптамалары болады.
сіз сол сот сараптамаларына жүгіну арқылы ол адамның айтып жатқан сөзіне заңгерлік тұрғыдан толық баға аласыз. Сол алған бағаңызбен, қорытындыңызбен кез келген сотта өзіңіздің құқығыңызды қорғап шығуыңызға болады. Бағана мынандай нәрсе сұрадыңыз ғой сіз, кейс деп. Дәл осы бағдарламаға келген кезде мынандай буллинг болды бізде. Буллинг біздің бір кейіпкерімізге қатысты болды. Енді көзі қырағы көрермендердің есінде болатын шығар, астарлы көретін. Біз бұрын жеңіл жүрісті іспен айналысқан, және ол күшпен айналыстырған ол кісіні, өзінің еркінде емес. Былайша айтқанда секс құлдықта болған қыздың тағдырына араласамыз. Ол қыздың тағдырына араласып, алып шығып, бүкіл сол мәселелерін тоқтатып, бостандыққа алып шығып, өмірін реабилитация жасауға бағдарлама болып атсалысамыз. Осы кезде енді жеке менің өзіме бағдарламаға және сол қызға қатысты интернетте қатты буллинг болды. Халықтың ойы екіге жарылды. Бір айтады, ешкім идеалды емес, біреу шалынады, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін дейді. Біреу айтады, жоқ, жезөкшенің көз жасына сенбеңдер, ол өтірік, бағдарлама шоу жасап жатыр. Біздің мақсат ол жерде шоу болған жоқ. Ең алғаш келіп көрген кезде бір қазақтың қаршадай қызының сол жерде сондай бір күй кешіп жүргендігі, және ол қыздың ақтарылып бізге сырын айтқан кезде сол жерде бізде болған журналист қыздар жылады, отырып егіліп, ана қыздың оқиғасын, өмірін естігеннен кейін. Әркімнің жүріп өткен бір жолы бар, оның аяқ киімін кимей ол адамның жолын ешкім бәрібір түсінбейді. Бірақ сырт көзге ана жасалынып жатқан әрекет бір шоу болып көрінді халыққа. Бірақ біз енді бағдарлама болғандықтан біз ақпарат тарату арқылы ол мәселені шешуге тырысамыз. Біз сот емеспіз, біз құқық қорғау органы емеспіз. Біздің қолымызда күш ол тек публикация, ақпарат тарату арқылы, қысым жасау арқылы қыздың өміріне өзгеріс әкелу. Қыз оған дайын болды. Сосын біз қызбен бірге жұмыс жасап, бұған дейін жазылып, қаншама рет жазылып қабылданбаған арыздар аяқ астынан қабылданады. Ана кісілердің үстінен, осы әрекетті жасаған адамдардың үстінен белгілі бір іс-шаралар жасалынады. Қыздың өмірі бір қалыпқа түсе бастайды. Тіпті сол қызға арнап біз арнайы бағдарлама жасадық. Яғни жаңа образына келтіріп, ол кісіні сұлулық салонға апарып деген сияқты бір адам қалпына келтірдік ол адамды. Енді осы сәтте бәрі екіге бөлінді. Ол жеңіл жүрісті, оған сенуге болмайды. Тәнін сатқан адам, қыз сынып қалды. Белгілі бір сәттерде қыз сынып қалды. Ана комментарий бөлімінде жазылып жатқан дүниелерге қыз сынып қалды. Халық, мен айтамын, сенің дүниеңді, осы жерге түсіп кеткеніңді халыққа бәрібір. Ол комментарийда сенің жекеңе жазу мүмкін, сенің инстаграмыңа жазу мүмкін. Оны инстаграмнан дайректіге жазған адамдар болды. Сен немене халықты алдап жүрсің, өзінше, анау мынау, сен жезөкшесің. Оның үйтіп айтуға ешкімнің құқысы жоқ. Ол қыз тіпті жаза бассын. Ол қыз тіпті сондай расымен болсын. Бірақ сен оны үйтіп айтып жазғыруға заң алдында, ар алдында құқығың жоқ. Ол адам түзелем десе, адам болам десе. Енді бұның жаман жағы не? Біз комментарийға былапыт сөздерді өзіміздің ойымызды жазғымыз келіп, бір ішіміздегі негативімізді шығарғымыз келетін адамдар бар сияқты арамызда. Сөйтіп жаңа қыздан өшін алатын сияқты өмірге реніштен. Бірақ мына жақта жасалынып жатқан астарлының қаншама редактордың, қаншама адамдардың еңбегі, сол тырысып жатқан, біз ананы өзгертуге тырысып жатқан еңбегіміз далада қалып кетіп жатыр. Және шыны керек, біздің де мына қыздардың, команданың моралі бір сынып қалғандай болды. Мен айтамын, жоқ, қарамаңдар. Ол мәселе бізге буллинг бола береді, хейт бола береді. Бірақ сен ниетің дұрыс қой, амалдарың ниетке байланысты. Просто ниетіңді түзе и жасай бер, болды. Осындай сәттерде түсінеді екенсің, буллингтің психологиялық тұрғыдан әлсіз адамдарды қалай сындырып тастайтындығын. Ол енді қараңызшы, жалпы біз қазір 18 жастан асқан үлкен азаматтар мен азаматшалар арасындағы буллингтің зиянын айтып жатырмыз. Сіздерде жаңа айтып жатсыздар, тіпті редакциядағы журналист қыздардың кейбірі сол буллингтің кесірінен психологиялық тұрғыдан соққы алды деп. Ал осы буллингтегі ең маңызды бір бөлім ол балалар арасындағы кибербуллинг. Әлемде қаншама бала осы кибербуллингтің кесірінен өз-өзіне қол жұмсап жатыр.
Айта кету керек, Қазақстан алдыңғы орындардың бірінде. Иә, жалпы осы мәселеде қалай күресу керек? Барлығымыздың отбасымыз бар, балаларымыз өсіп келе жатыр. Қаншама оқиғаларды көрдік, қаншама ойындар кибербуллингтің арқасында ұйымдастырылып, соңы өз-өзіне қол жұмсаумен аяқталатын. Енді былай айтайыншы, меніңше бүкіл бала мектепте өскен, біздің қатар болсын, біздің алдымызда аға буынды айтар. Мектеп кезінде, енді қазір біз буллинг деп оны ат қойып алдық қой, әдемілеп. Сайқымазақтық, мазақтау, кемсіту, әркімге бір жеке ат қойып қоямыз, лақап ат қып. Талтақ, черный деп мысалға да. Оның өзі айналып келгенде буллинг. Бірақ біз ол нәрсені бір кішкентай кругта, достар арасында қалжың қылып, сол сәттен өттік. Бірақ қазіргі проблема ол буллингтің, ол масштаб. Меніңше. Өйткені қараңыз, ол жерде сенің талтақ деп мазақтайтын кластағы сенен мықты, сенен жоғары атамандар ғана болған шығар. Ал қазір талтақ деп сол мектепте, мысалы ол талтаңдап жүре ма, мектептегі 1-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін әркім жазуы мүмкін. Оны бүкіл мектеп бірге буллит етуі мүмкін. Тіпті басқа мектептің балалары буллит етуі мүмкін. Менің айтқым келіп тұрғаны, интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы бұл дүниелер масштабқа шығып кетті. Жеке адамға нүктелі тұрғыдан келетін шабуыл үлкен масштабқа шығып кетті. Осы дүние біраз қиындатады мәселені. Енді менің жауабым қазір банально болуы мүмкін, бірақ тәрбие тал бесіктен. Ол интернет пышақ сияқты. Пышақпен адамды өлтіруге болады, нанды да кесуге болады. Бұл жердегі айтқым келетін сол, жай ғана бұл дүниенің келешек ұрпаққа зиян екенін түсінсек, білсек, бауырларымызға, қарындастарымызға дұрыс жүріп тұруды, ол дүниені жазбауды үйретсек, және оның жауапкершілігі бар екендігін көрсетсек, меніңше бұл дүние тоқтайды. Бұл жердегі ешкімді тоқтатпайтын дүние ол тобыр психологиясы дейміз ғой. Адамдардың барлығы жазып жатыр, мен жазаланбаймын деп ойлайды да. Жаза болмағаннан кейін ойына келгенін жазады. Мәселе сода. Енді қараңызшы, жалпы 5-ші қараша негізінде дәл осы бүкіл әлемдік кибербуллингті тоқтату күні деп белгіленген екен. Енді сіз заңгерсіз, қоғамның белсенді азаматсыз, ең бірінші. Өз тарапыңыздан осы кибербуллинг тоқтату үшін қандай іс-шара, қандай бір шара қабылдар едіңіз? Мүмкіндік берілсе? Мүмкіндік берілсе, ақпарат ең үлкен күш, Абылай. Меніңше ақпарат. Біз бұрын айтатынбыз. Нашан неге әрбір жерде айта береді? ЖТС туралы, спид туралы неге әрбір бұрышты айта береді? Бұрын адамдар ол дүниелерді білмеді. Білмегеннен кейін ұрынған кезде, сол дүниеге өмірлерінде жолыққан кезде, сол дүниенің құрбаны болып кетіп жатты. Меніңше буллингте дәл сондай. Дәл қазіргі уақытта үйтіп бір WhatsApp топта, интернетте, әлеуметтік желіде бір-біріне мазақ қылып, сайқымазақ қылып, мазақтап, жаңағы сурет салып, адамды кемсіту, ол бір буллинг екендігін толыққанды түсінбейтін адамдар бар. Оқушылар да көп. Жай ғана ақпараттанбаған. Сен адамдарды ақпараттандырып, бұның дұрыс емес нәрсе екендігін көрсетіп, бұның жаман нәрсе екендігін көрсетіп, сол бір дүниені қалыптастыра алатын болсаң, ол қарапайым, білмеймін, балабақшадан бастап әкімдікке дейін бәрі айналысу керек сияқты. Сонда ғана біз бұны айта берсек, құлақта жебір қылатын болсақ, адамдар түсінетін болады да, бұның дұрыс емес нәрсе екендігін. Ал қазір менімше, заңгерлік деңгейде, заң тұрғысынан, мемлекеттік деңгейде белгілі бір жеке адамдар топтары бұл мәселені көтеріп, шулатып жүр. Бірақ жалпы халық, жалпы адамдар өте немқұрайлы қарап жүр. Мазақ етсе мазақ етті, не болды? Бәрімізді мазақ етті ғой дейтін ағаларды, апаларды, апайларды, мұғалімдерді естідік. Олар үйтіп ойлап жатса, балаларды қазір бірдеңке өзгерту қиын. Сол үшін қоғаммен бірге күресуіміз керек, ол үшін массалық ақпарат керек. Көп рахмет, Бердімұрат мырза, уақыт бөліп келгеніңізге, осындай еліміздің азаматтарына өмірде ең керекті ақпараттардың бірін бергеніңізге. Олай болса, құрметті достар,
Бүгін бізде қонақта болған жүргізуші, заңгер Бердімұрат Хасенұлы. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қоғамның әр азаматы білімді болсын.